ауданы балалар жасөспірімдер өлкетану және туризм орталығы. Отаным қасиетті туған жерім орындаған жас турист үйірмесінің оқушысы Бақытжан Ердан, жетекшісі Нұрғалиева Лаура. Жобаның мақсаты құндылыққа толы киелі жерлермен таныстыру, туған өлкеге сүйіспеншіліктерін ояту, патриоттық сезімдерін қалыптастыру. Отаның қасиетті туған жерім жобасы тарихқа толы нысандармен таныстыру арқылы ұлттық құндылықтарды дәріптеуге арналған. Аталмыш жоба мектеп жасындағы оқушылардың бос уақытында ата-бабаларымыз ақ найзаның күшімен, ақ білектің күшімен мұра етіп қалдырған кең байтақ жердің байлықтарын тұлғалардың кесенелері мен таныстыру арқылы еліміздің тарихын насихаттау. Жобаны іске асыру 2024-2025 оқу жылы киелі тарихқа толы нысандарға саяхат, Баласағұн қаласы Ерке-Сылқым ескерткіші, паровоз ескерткіші. Баласағұн қаласы орта ғасырдағы түркі халықтарының ірі мәдени тарихи орталығы болған. Өзінің мыңжылдықтардағы даму барысында көптеген шапқыншылықтар мен қақтығыстарды бастан өткеріп, әртүрлі қағанаттар мен мемлекеттердің саяси ордасына айналған. Қазақ аруының сұлулығын кербез қылған, бір сөзбен айтқанда тұтас бекзат болмысын қос шектің күбіріне сыйдырған. Ерке-Сылқым күйі 40 жылдан бері қазақты күймен тербетіп келеді. Қазақ күй өнерінде айрықша биікке көтерілген Ерке-Сылқым күйі тыңдарманның құлақ құрышын қандырып, тылсым әлемге тартқан туынды. Ал күй авторы Әбдімомын Желдібаев Шу ауданының тумасы. 9 жолдың торабына орналасқан өнеріміздің өзіндік тарихы бар. Шу ауданының теміржолшылар қаласы. Шу ауданы тұрғындарының 70% теміржолшылар. Паровоз мемориал Шу ауданының 80 жылды мерейтойына арнайы қаланың кіреберісіне ашылған. Ол 1931 жылы шығарылған және оның салмағы 91 тонна. Қорытынды бөлім: менің туған жерім, отаным кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат. Біздің қазақ халқы туған өлке қадірін жас ұрпақ бойына, санасына бала кезінен сіңіріп келеді. Жас ұрпаққа киелі жерлер мен тарихи нысандарды таныстыру арқылы туған жердің тарихын ұғындыру қажет.